Темір жолда қателікті кешірмейді. Жетісу облысында жыл басынан бері 800-ден астам әкімшілік заң бұзушылық тіркелген. Дені темір жол бойында белгіленбеген жерден өту фактілері дейді тәртіп сақшылары. Нәтижесінде 111 азамат айыппұл арқалаған. Бұл көрсеткіш өткен жылдың 3 ай қорытындысымен салыстырғанда әлде қайда көп. Осы орайда көліктегі полиция бөлімі қауіптің алдын алу бойынша Қаратал ауданында өзіңді сақта атты акциясын өткізді. Шара барысында тұрғындар мен мектеп оқушыларына темір жол ережелерін түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Шойын жолда қауіпсіздік ережелерін сақтау әрбір азаматтың міндеті екені ескертілді. Күнделікті түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Соған қарамастан осындай жылдан жылға көбейіп жатыр. Сол себепті тұрғындардан сұрайтынымыз темір жол қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, яғни түнгі уақытта көбінесе малдарын жібермеуіңізді сұраймыз. Темір жол қателікті кешірмейді. Темір жол қауіпсіздігін бірге сақтайық.